Қарлыкын қыздар, бүгін осы құрақты құрап көрсететін боламын. Бізге керегі 2 түсті лента керек, және бөз матамыз. Менің бөз матам жұқа болғандықтан екеуіні бірге құрастырып тігіп алдым, біріктіріп. Негізі қалың мата болғаны дұрыс. Лентамыздың ені 2-ден 7 сантиметр. Ортасына көзі 3-3 сантиметр. Алдымен шыт матамызды, бөз матамызды осы ортасын белгілеп алатын боламыз. Бізге түзу шығу үшін керек ортасын белгілеу. Міне бізде ортасы осы жер. Ортаңғы көзінің де ортасын белгілеп аламыз. Тігуге оңай болу үшін. Енді тігіп бастаймыз. Енді тігеміз. Енді қойып алған нүктемізді мынау нүктеге туралап қоятын боламыз. Матамыздың ең бірінші түгіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұрады. Енді дұрыс болды. Дәл солай айналдыра тігіп шығатын боламыз. Ал біз ортаңғы көзімізді, матамызды қондырып алдық, тігіп. Енді біз міндетті түрде ақ түстен бастайтын боламыз, қызылдан емес. Түгіне қараймыз, түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Енді екінші лентамызды, екінші жолыны тағы да ақтан бастаймыз. Оң жағыны бір-біріне беттестіріп қойып тігетін боламыз. Ендігі кезекте бізде қызыл түсті пайдаланатын боламыз. Енді ортаңғы көзіне мына осы лентамыз, мына жері шеті теңдей болып тұру керек. Мына артық шыққан ленталамыз ештен қылмайды. Ортаңғымен бірдей болса болды. Енді дәл солай жалғастырып отыратын боламыз. Осы қатарға ақты жүріп шығамыз, ал келесі қатарға қызылды жүріп шығатын боламыз. Келесі 2 қатарға.
Біздің соңғы қатарымыз қалды, сосын біздің құрағымыз дайын болады. Енді шетіні айналдыра тігіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте осы артық өз матамызды қиып алып тастайтын боламыз. Осылай құрағымыз шықты. Құрақ көрпешелерге қосатын әдемі құрақтарымыздың бірі деп ойлаймын.